Армысыздар, оқырмандарым. Менің каналымдағы алданған ару оқиғасын соңына дейін тыңдап отырыңыздар. Гүлжан келе сала тамағын жасап жүріп, ой үстінде жүр. Не болса да бүгін бәрін шешемін, айтпаса басқа шара қолданамын деп өз ойымен арпалысып жүрді. Кешкі жұмыстан шыққан Ажар үйіне келді. Алдына тамағын қойып, Гүлжан сөз бастады. Ажар, кешегі әңгімені сенен қайта сұраймын. Алданып қалмадың ба? Жоқ, дедім ғой жеңеше. Мен бүгін сенің жұмысыңа бардым. Қалима да сені байқапты. Жасырма, айт, екеуміздің де шатасуымыз мүмкін емес. Маған сен, әйелді әйел адам ғана түсінеді. Егер мені алдап, ертең ағаң білетін болса, не боларын білесің. Сондықтан қазір айт, қанша жасасаң да біліп тұрмын, деді. Не керек? Ажардың ішінен барлық сырын суырып алғандай болды. Bir кезде отыра қалып Ажар жылады. Жеңеше, айтып отырғаныңыз рас, мені алдап кетті, деді. Кім ол? Қайдағы жігіт? Осы ауылдан ба? Айт маған, өзім сөйлесемін онымен, деді Гүлжан. Жоқ, ол қалада, өзіммен бірге жұмыс істейтін дәрігер. Басында бойдақпын деп алдап жүріпті. Оның арбауына қалай түсіп қалғанымды білмеймін. Қайдан білейін, бойдақ жігіт екен деп жүрсем, үйленген, 2 баласы, отбасы бар екен. Оны да кейін болар іс болып қойған соң естідім. Алмайды ол мені, бармай-ақ қойыңыз, отбасымен бірге болсын, отбасын құртқым келмейді деп әбден жылады. Неше ай болды? Қане көрсет ішіңді, қалайша менен жасырып жүрдің, деді ашуланып Гүлжан. Уақытым жақындап қалды ғой деймін, жүруім қиындап кетті деп ішін ашып көрсетті. Ішін мықтап байлап алған екен. Ойбу, байлап тастапсың, андағы балаға зияның тимесе болар еді. Не істейміз енді, не ойлап жүрсің? Сен қыз осы уақытқа дейін. Үйде босанып отырам дедің бе? Ағаңның мінезін білесің, біліп қойса екеуміз де оңдырмайды. Қайтсем екен, а? Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін де білмей тұрмын. Сенің мұнда босана алмайтының анық. Не болса да қалаға барып босанасың. Bir шешімін табу керек. Әзірге босанып қоймай тұрғанда қалаға бара тұр. Жақын құрбыңа жағдайыңды түсіндір. Сосын бір мәнісі болар, деді. Түнімен Гүлжан уайымнан ұйықтай алмады. Таң енді атып жатқан сол, Гүлжан Ажарды оятып, босансаң хабарын берерсің деп, қалтасына ақша салып қалаға шығарып салды. Әлібекке Ажарды жұмыспен қалаға кетті дей салды. Содан бері неше күн өтті, жаны шүберекке тиіп, Гүлжан Ажардан хабар күтіп жүр, не болар екен деп. Хабарласқан Ажар жоқ, тағаты таусылды. Хабарласайын десе, телефон жоқ, күтуден басқа амалы болмады. 10 шақты күннен кейін Ажар ауылға қайта оралды. Қолында бала жоқ. Жалғыз өзі. Сүйретіліп ішке кірді. Үйге кіргеннен Гүлжан алқымынан алды. Бала қайда? Тастап кеттім. Қайда тастап кеттің? Bir апайға. Енді не болды? Кім ол? Таныс апай ма? Ол баланың жағдайы не болмақ енді деп ұрысқан жеңгесіне. Уайымдамаңыз, сенімді адамдарға өз қызымды қалдырдым. Жағдайлары жақсы екен. Менен көрі сол кісілер жақсы қарайды, деді. Неге хабар бермедің? Bir хабарыңды күтіп сарыуайымға салындым ғой. Сізге хабар бере алмадым. Ауылдан кеткен соң 4 күннен кейін босандым. Не істерімді білмедім. Сондағы бір медбикеге басымдағы жағдайды айтып едім. Ол кісі өзінің танысын ертіп келді. Сол жерде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Біраз жыл болыпты сәби сүйе алмай жүргеніне. Түсі жылы, жайдарлы апай екен. Өзіне қалдыруын сұрады. Ешкімнен кем қылмай мәпелеп, аялап өсірем деп сөз берді. Менде ол баланы мұнда әкеле алмайтыным анық. Ең болмағанда жақсы, бақуатты отбасында таршылық көрмей өссінші деп тастап едім. Bir жылап алды. Не керек болар? Іс болды, ары қарай жылжу керек. Біраз уақыттан соң барлығы ұмытылып кеткендей болды. Ажар қайтадан жұмысқа шықты. Уақыт өте келе Ажарға сол ауылдың бір жігіті сөз салып жүрді. Өзі сымбатты жігіт еді, Ажарға ұнайтын. Бірақ Ажар өзінің міні болғанға оған өзге есімін бермеді. Күнде сол жігітті көру қиынға соқты. Жігіттен алыс жүргісі келіп, ауыл орталығында жұмысын ауыстырды. Ол жақта жұмысқа алданып жүрді. Кейін өзімен бірге жұмыс істейтін Ерғали сөз салды. Ерғали аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл жігіт еді. Өзі бұрын ажырасқан.
тең теңімен тезек қабымен деген. Өз теңі болған соң Ерғалиға жоқ демеді. Екеуі отау құрды. Содан бері 27 жыл өтті. Қазіргі таңда Ажар, Ерғали екеуі Астанада тұрады. Бір ұл бір қызды тәрбиелеп отыр. Әне міне дегенде ұлымды үйлендірсем бе деп отыр. Ұлымды үйлендіріп келін алам деп отыр. Ажар қызын ешқашан іздемеді. Өзі де қолхат беріп кеткен, сол сөзінде тұрды. Жақсы, бақуат отбасыны қалдырған соң не ішіп не киіп жүр деген уайымы болмады. Тек қана жүрегінің түбінде бір көрсем деген арманы ғана бар. Осы оқиғаны айтқан себебі, қыздар әдемі жылы сөзге сеніп қалмаса екен, менің көрген күнімді ешқайсылары көрмесе екен дейді. Өмір бойы өкініш болып қалады деп отыр кейіпкер.